Assalamualaikum der. Торғайлар кіріп кетті ғой. Так, тауықтар жұмыртқа туды ма екен? Әлі жұмыртқа тумаған ғой. Әлі жатыр. Бақылманда сүй. Мыналар қалай кіріп кетті екен? Торғайлар мынадан кіріп кетті ме екен? Торғайды шамай келгенше қораға жақындатпаңыздар. Ауырып алып келеді бұлар деген тауықтарға. Қалай кіріп кеткен? Аяғында жүрем. Так, бізде тауықтар қосылар. Пока тауық алып жатқан жоқпыз. Су келетін болғасын. Арам өлік болар деп. Судан қалайсыздар, жақсыздар ма, амансыздар ма? Су келіп отқан жоқ па ауылдарыңызға? Біздердікі уже жайлап көтеріліп қалды уже. Үйлерге жақындап қалды, шет жақта үйлерге. Лайк басып жатқан жандар рахмет көп. Жұмыртқа 80 теңгеден бізде қазір Батыс Қазақстан Орал қаласында. Магазинде 75-тен 63-тен сатып жатыр базарда. Базарға барғанда қарап едім. Менде 12 тауық бар, 12 тауықтың барлығы жұмыртқа туып тұр. Жұмыртқа 80 теңгеден инкубаторға 150 теңгеден инкубаторға. Тауықтан ба пайда бар ғой баққан адамға. Просто қазір кішкене су келіп атқасын, қиындау болып жатыр.
көбі тауықтарын сатып жатыр. Мен де тауық алам ба деп едім, сол арзаннан тауықтар сатып жатыр. Су келіп жатқасын тауық алып отқан жоқпын қазір. Мына тауықтарды да сол ойлап отырмын, не істесем екен деп. Үйдің төбесіне шығарып жіберейін ба тауықтарды деп. Я, дұрыс. Я, батыста батыс. Я, дұрыс, 80 теңгеден сатқандар ғой, осылай өзің сататын несі ғой 80-ден. Соқа тауықтар шығарып жібердім, бір қаратай беттек бетер деп. Қазір күн кішкен су өтіп тұр. Соқа жем суын беріп арғатай қамап тұтайтын. Аналар да жұмыртқа туайын деп неше дайындалып жүр. Я, бұрын дейтін енді 30 теңгеден 50 теңгеден болған кездерде өз-өздерін ақтамай жүрді ғой, жемінің ақшасын шығара алмай. Бұл кезде тауық қымбат болды. Қазірде тауықта сол цена болып кетті ғой. Сол 2,5-3 мың ғой қазірде тауық. Бірақ жұмыртқа 80 теңгеден сатып отқасын жемін ақтайды, өзінің де ақшасын шығарады ба? Бір тауық өзінің ақшасын шығарып жейді жұмыртқамен. Ламан Браун легорындар жоқ дегенде 5 жылға не туады ғой енді. Тоқтамастан 2 жыл жарым тоқтамастан туады да, арғаратай демалып туады ғой. Қораздар 5 мыңнан. Тауық түйе, тауық асырасам ба деп жүредім. Білмедім, Қазақстанға шыдай ма екен, түйе құс. Оған жылы жер керек, Африка сияқты, Ақтау сияқты. Қандай тауық баққан дұрыс дейді. Шамай келгеншінде легорн баққан жүріс қой. Ламан Браун, легорн жұмыртқа бағытында мына үй тауықтарын баққан дұрыс. Өздері көбейе береді жайлап. Ал анандай порода ұстайтын болсаңыз, олардың уже инкубаторға жұмыртқасы қымбаттау болады. Қазір сатпаймын деген. Қазір өзім жинап жатырмын. Бір жылдық ақ тауықтар кәрі дегенде кәрі емес қой. Оңасы міне үй тауықтар жүр ғой, 2 жылдық. 1 жыл жарымдықтар жүр аны. Үйіндегі жақсы ғой. Үйіндегі асыраған дұрыс қой. Давайте достар, лайк басып отырайық, кішкене басқа да адамдар қарасын. Уағалейкум салам, Думан, қалайсың, жақсың ба? Барсың ба? Бүгін Кубал дейтін біреу заяк ұстап отыр да, қабылдайын ба? Ассалаумағалейкум, брат. Уағалейкум ассалам, қалайсың? Еттік, братан, ойнайық. Тауықты айта бересің эфирде. Сен ойынға не істеп жатсың ба? Ойнайсың. Ойнақ бөліп, білмеймін, мен түсінбей, просто жегіріп жатқасын, көрермендер бірдеме сұрайын деп не істеп жатқан шығар деп ойлап отқам ғой. Жарайды онда, жұмыс не мешайт етпей қойым. Сөйсе болды. Дұрыс, бақшиш, тауып баққан жақсы ғой. Қаяқты жүріп жатсың? Қораның іші біздің. Мынандай свет салып қойдым, жарық болып тұр. 5-6 жұмыртқа алам, кейде одан да көп алам. Әрі кеткен ең көп алған жұмыртқам 9 жұмыртқа ғой бір күнде. Рекорд 12 тауықтан 9 жұмыртқа алдым бір күнде.
Анау дейтін туайын деп тұрған тауықтың үстіне секірейін деп жүр. Тауықтар да жөті басқысы келіп жүргендер сияқты. Айтпақшы мен қазір. Ассалаумағалейкум, уағалейкум. Достар, мен телефонды қойып кетемін ма? Мен кеше бір көрерменіме айтып қойып едім ғой. Дрож беремін, соны көрсетемін деп. Ол кісі мында отырып болуы мүмкін. Телефонды қойып кетейін. Мен зерно вместе беріп жатырмын, кукуруз беріп жатырмын, зерно вместе беріп жатырмын, бидай беріп жатырмын, араластырып. Мына іші қап-қараң болып кетті. Уағалейкум салам. Мен ана дрожжы қалай беру керек екенін көрсетейін да сіздерге. Телефонды алып кете берейінші. Бізде жаңбыр жауып отыр. Әйеліме айтамын, терезеден алып бере қояды ғой. Кешегі дрожжды алып бере қойыңдар, сұрағас. Дрожж. Тоғаны білет. Уағалейкум ассалам дейді. Қазір мен сізге көрсетемін, лайк баса беріңіздер. Ау, қызым. Суға езу керек па? Жоқ, езбей қой. Қой берем ғой. Кеше бір көрерменім сұраған, тауық дейтін, короче, күрікке жатқызу үшін не істеуге болады деп. Мен айтқанмын, дрожж бер деп, сон қалай береді деп не істеп жатыр ғой. Мен берем дрожжды. Міне дрожж. Сол адын айтыш алып қойын, айеліне сұрап. Маған берші. Так, бұны енді бұлай да бере беруге болады, көрсетейін қазір сіздерге. Бройлер ет бағытында ғой. Мен несушка жеп жатыр, ертең көреміз, қай тауық басады, қай тауық баспайтын. Кеше тауықтар жеп жатыр. Әтеш жақындамай тұр да. Не жеп жатқан тауықтар осылар. Уағалейкум ассалам. Ал жеміне араластырсаң, тауықта әтеште бәрі де жейді ғой. Мына дрожждың бір жақсы бар ғой, тауықтың жұмыртқа тууына жақсы көмектеседі. Содан кейін күрікке жатуына жақсы да. Әтеш. Әтеш жемейді өзі. Жұмыртқаға жатып болам деп қорқып тұрған сияқты. Мұна несушка көз жепті, что-то осы жұмыртқа туып тұр ғой енді. Жұмыртқаға жатып қалмасын. Несушкалар жұмыртқаға жатса жақсы жатады. Кәдімгі 21 күн тұрмай жатады ғой. Ана нәгөй суама бірдеме. Қуат туып тұрған тауық, туайын деп тұрған тауыққа секіріп жатыр нәгөй. Қуасын ба, туып тұрған тауыққа секіре ме адамның? Ламан Браун ғой. Ламан Браун несушкінің аты. Осылай дрожж берсең тауықтарың жұмыртқа туады. Сосын күрікке жатады. Күрікке жатқаннан кейін барып. Күрікке жатқаннан кейін барып жұмыртқа береді ғой. Енді тұрмайды дегенде тұрады ғой тауықтар. Жем жейді, су ішеді. Просто шертпей шығарады дегенім ғой. Жақсы шығарады. Жем бересің ғой, жем берсең любой тауығың туады ғой жұмыртқаны деген. Просто жақсы жем беру керек та, ол тауықтарға деген бергесін. Қалай болса солай қарасаң, конечно, жем бермейді.
мына ойнап жіберейікші мына кісімен. Бір ойнап бір өтіп жіберейік достар, давайте лайк басып жіберейік. Сұрақтарың болса қоя беріңдер, жауап бере беремін ғой. 50 адам отыр екен. О, саламатсыз ба? Мына осылай дрожжы бере беріңіздер. Міне мен дрожжы шекілей беріп жатырмын. Көрсетейін сіздерге. Мінекей дрожжы шекілей беріп жатырмын. Бұны ешқандай ештеңе істеп жатқан жоқпын. Шекілей дрожжы беріп жатырмын. Тауықтар қалай балапан табады дейді. Тауық бірінші жұмыртқа туады. Сосын күрікке жатады. Күрікке жатқаннан кейін сізге жұмыртқа береді да, ол деген. Мына жемдері ғой. Нанды үстіне салып беруге болады мына. О, безразница. Мына просто қамыр берсеңіздер, қамырға жемді араластырып берсеңіздер де болады. Нанның қамырлары бар ғой, соны осылайда шекілей берсеңіздер де болады. Дрожж құсатып. Жақсы жейді. Бұны енді нормадан көп беріп қою болмайды, дрожжы деген. Жарайды, осы дрожжды алып қоямын енді. Міне дрожж, қалған дрожж. Оны алам да мына жемнің арасына қосып қоямын ғой. Так, мана бір бауырымыз сұрап жатыр еді, қандай жем беріп жатсың деп, соны көрсетіп жіберейін қазір. Так, міне мынау бидай. Так, бидай салдым. Так, сосын қазір міне зерно вместо мынау деген ана аралас жем ғой, аралас жем дейсіз. Кейбіреулеріңіз зерно вместо дейтінді ұмытып кетіп жатсаңыздар, аралас жем бар ма дейсіздер. Сосын аралас жемді бересіздер. Так, содан кейін сол баяғы кукуруз. Мына кукуруз 2300 теңге тұрады. Мына кукуруз бір қапшыға. Так, бір қапшықта 27 кило ма, 28 кило ма сондай болады. Ал мына зерно вместо мен, зерно вместо, короче, не қалай айтсам болады, ұмытып қалыппын. Так, қанша қалдым? Зерно вместо мен 2,5-нан алдым. Ол 28 келе. Так, короче, осылай міне осылай араластырасыздар да, ыссы суға 30 минут бұқтырып қоясыздар осыны. 30 минут бұқтырғаннан кейін барып, мына несушка дейтін бар, так көрінбей жатқан шығар, жарық қойып, мына қараңғы түсіп кетті, жаңбыр жауып жатқасын. Міне. Так, міне. Несушка дейтін жем бар, осы. Осы жемді бересіздер, тауықтарыңыз жақсы жұмыртқа туады. Міне, осылай тауықтарыңыз жұмыртқа туады. Жатыр, туа алмай жатыр, білмеймін неге туа алмай жатқан. Мана мен қалаға кетіп батқанда жатты, әлі жатты. 30 минут мынаны бұқтырғаннан кейін мынаны бересіздер. Мынаны саласыздар да ішіне. Араластырасыздар. Мен мынаны үйге кетіп батқанда алып кетемін, пока мына ішіне сала тұрамын. Осылай жем берсеңіздер, тауықтарыңыз жақсы жұмыртқа туады. Міне дрожжы жеп жатыр міне. Көрдіңіздер ма? Міне дрожжы жеп жатыр. Енді көреміз, енді қай тауық басады, қай тауық баспайтын. Бірақ енді бұрын басқан тауықтар бар ғой арасында. Олар биыл жата ма, жатпай ма, оны да білмей тұрмын. Бізде қазір жаңбыр жауып отыр, тауықтарды қамаймын қазір. Сосын мына айтпақшы, мен кеше айтып бір көрерменім айтып едім. Кәрі тауық пен жас тауықты қалай айыруға болады деп. Соны сіздерге көрсетіп кетейін. Міне. Мына қара тауық жүр ғой, міне. Мына қара тауық. Қарауыңыздар, мына қара тауық жүр. Бұл жас тауық. Бір жыл енді толған тауық мынау. Міне жүрген. Мынау жас тауық. Міне, мынау жас тауық міне. Мынау жас тауық міне. Мынау 2 жылдан кеткен тауық мынау. Мынау 2 жылдан кеткен тауық міне.
мынау несушка ламан браун. 2 жылдан кеткен тауық мынау. Так. Мынау 2 жылдан кеткен тауық міне. Қой, давай, братан, атылып қалдың ғой, бол жарар. Балақса ойнай береміз. Мен әңгіме айтып отырмын көрермендеріме. Достар, тағы айтайын, қазір міне қай тауық еді? Міне мынау 2 жылдық тауық міне. Брамы. Так. Анау 1 жыл жарымдық. Былайчы. Әні жүрген міне. Міне. Мына тауықтың бетінен қарап білесіздер ғой. Беті жас тауықтардың беттері жылтырап тұрады да, кәрі тауықтың беттері кішкене анандай қартайып кеткен, әжім түсіп кеткен сияқты болып тұрады. Бірақ оны кейбіреулер ажырата алмай қалады. Мысалы, міне мынаңда беті теп-тегіс міне. 1 жылдық тауық деп алдап сатып жүруі мүмкін сіздерге міне. Мынау 2 жылдық тауық. Міне, мынау 1 жылдан кеткен тауық, 1 жыл жарым. 2 жылға кетеді мынау жазда. Міне мынау 2 жылдық тауық міне. Бір жана айдарынан да айыра аласыздар ғой. Айдар үлкен болса, просто анандай тауықтар бар да. Міне мынандай әтештікіне гүлайдар тауықтар бар да, манағыдай. Нелері кәуше өспейді да, мана айдарлары құтақандай бір күйінде қалып қалады. Міне мына тауық 1 жыл жарымдық тауық, міне айдарын қара құтақандай әлі. Ну 2 жылдық қара. Айырмашылықтарынан құтақандай міне. Короче, хозяин алып отқанда маған айтады да, «Клең, 1 жылдық тауықтар, братан» дейді да, сатып отқанда. Мен айтам, братан, мен саған жас бала емессің ғой, тауық алдап қалатын. Айтып бердің ғой, мынау осындай, мынау басады, мынау баспайтын тауық деп айтып бергенде аузына шығып қалды ғой, анау дейтін сатып отқан жігіт. Так. WhatsApp группа бар, мен жекеме номерін жазып жүр, қосам ғой. Біздің тауықтар күрік болып жатыр. Өте темі керемет қой күрік болған тауық. Бірақ тауық айналысуға бола ма? Конечно болады ғой, әңгіме жоқ қой, братан. Қаз үйрек бақпай қой, брат. Үйрек, мен айтайын, үйрек индоводка дейтіндерге мен ешкімге бақ деп кеңес бере алмаймын. Потому что менің YouTube каналымды қарайтын адамдар болса, мен осыдан 2017-те Орал қаласына көшіп келдім. Орал қаласынан бері YouTube-ға видео салып қойдым ғой. Бірінші канал, екінші каналым бар. Екінші каналда отырмын қазір. Бірінші канал кілтеп қалды. Соның басында мен үйректе, қаз, ешкі, индоводка бәрін асырадым. Мен сіздерге кеңес берем, қаз асыраңыздар. Қазға жазда далаға жей жібересіз ғой, көкшекке бол кетеді. Сізге қаз үйректі асыра деп айтамын, үйрек про шарбақтың бәрін бүлдіреді. Қаз да бүлдіреді, но қаз бірақ тазада үйрекке қарағанда. Қаз асыраңыз. Бір қоразға неше тауық алғы болған дұрыс дейді. Бір тауық бір қоразға 10 тауық дұрыс қой. Сколько стоит дейді. Не сколько стоит дейді. Қайқалайды. Орал қаласында арттары жалпайып кетеді ме? Үлкен тауықтар әлде семіз болғанда ма дейді. Мына сіз айтып отқан жатыр да, сан жақтарында. Ол мынау тауықтың арқасынан білген, мынау туатын тауықтың арқасы да. Мынау туатын тауықтың арқасы. Ал тумайтын тауықтың арқасы болса, мынандай болып тұрмайды. Мынандай өше көрінбейді тумайтын тауықтың арқасында. Қай тауық менде барлығы туып тұр, мен сізге көрсете алмаймын ғой. Бір күні сондай тумайтын тауық көріп жүрсем, міндетті түрде TikTok-қа салам. Тауық сатылмайды, бауыр. Тауық сатылмайды, тауық сатпаймын. Менің несушкам тумай жатыр дейді. Сіздің несушкаңыз, Сержан братан, сіздің несушкаңыз тумай жатса, несушка дейтін жем бар магазинде, соны алып беріңіз. Күрік деген не? Күрік деген басып атады, тауық басатынын айтады ғой. Күрік деп. Бастапқы тауықпен айналысын қанша тауықпен бастау керек дейді. 50 тауықпен бастаңыз, 50 тауық алыңыз. Ақшасында артығымен шығарып аласыз. Нишкаға атеш керек па дейді. Легорн, ламан браун дейтінге атеш керек емес. Өздері еріктермен туай береді. Ал балапанын сататын болсаңыздар, міндетті түрде атеш керек болады. Дакан жоқ қойды. Дакан жоқ менде. Бізде Батыс Қазақстанда дакан жоқ. Атеш көп жұмыртқа табамайды. Атеш көп болса жұмыртқа табады, бірақ но аз болады да.
атештер бір-бірімен қырылып, тауықтардың берекетін кетірсе аз болады. Жұмыртқа қаншадан сенер? Бізде тауықтың жұмыртқасы 80 теңгеден. Күрек емес, күрік дейді. Күрек емес, күрік. Күрік дейді ғой, әркім өздерінің тіліне байланысты айта береді ғой. Оралда қолдың тауықтарын сатып жатыр, я Орал қаласын, бірақ қымбатқа сатып жатыр. Он екі тауық, үш атеш бар. Сол бұйыртса мына қазір бізде Оралда су келіп жатыр ғой. Сол себепті тауықтардың басын көбейтуге қорқып отыр мен деген. Суға кетіп қалса деп ақшалай ұстап отырмын. Ақша керек болады, ақша өз несін жоймайды ғой. Тауық просто суға кетіп қалса исрап болып қалады. РТСте тауық, РТС емес, мына птицфабрикада сатып отқан сияқты. Менде күніне 5-6 жұмыртқа қалып жүрмін қазір. Жалпы оған дейін негізінде ең рекорд, орнатқан рекорд 9 ғой. Мына екі атеш арысып жатыр өздерінше. Анау қарап тұр, ар жағына жұмыртқа туған. Бір тауықты мен 2000 теңгеден алдым. Бір тауықты. Атешті 3000 теңгеден алдым. Жоқ, тілекші ханым ол дейтін Ламан Браун деп айтылады. Маған кім кіріп кетті? Біреу кіріп кетті. Қайсар дейді. Алло. Я, айта бер, Қайсар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар? Қалың көп кетті. Көптер қалай? Сенде бұрын көп болған бет или қазір жаңадан бастап жатсың ба? Бұрын көп болды менде тауық деген. 50 тауықтай болды ғой. Қайтадан көбейтіп жатыр тауықтың басын. Дұрыс. Су келіп жатыр ма сенде ғой? Я, келіп жатыр. Мен тауықтарым қисайып жүре алмай. Бізде Орал қаласына су келіп жатыр, уже келіп қалды, жақындап қалды. Енді кетіп жатқан жерлер бар ғой. Бірақ қазір енді судың деңгейі вообще көтеріліп кетті ғой. 500 тауық болса қалай болады? Ау! 500 тауық болса. 500 тауық ұстаған жақсы ғой, просто ұстайтын жеріңіз жақсы болса. Соны жемін бәрін ақтай ма дегенім ғой. Ақтайды, я. Енді оның несін шығыны мен несін де есептейсіз ғой. Қандай парод жатсың оған? Так, қазір мен сізге көрсетейін да былайынан. Жұмыртқаға мына тауық жақсы міне. Ламан Браун деп айтылады. Сізге 5 жыл қызмет атқарады, 3 жыл тоқтамастан 2 жыл жарым тоқтамастан туады мына тауық. Ламан Браун ба? Сосын мына доминант дейтін порода жақсы міне. Мына бар ғой. Бұда жұмыртқан жақсы туады. Мыналар бақып кетті ғой. Кетшей. Атеш керек емес болса? Атеш керек емес бұларға. Мыналар кезектесіп туып отыр. Мына тауық жақсы міне. Мына тауық жақсы, лигорн. Жұмыртқалар ірі болады да бұлардың. Не болады ғой? Жұмыртқалар, лигорның жұмыртқалар ірі болады. Сатқанда да ұялмай сатасыз ғой. Білмеймін, менде тауықтарым жұмыртқалар ірі, кеше біреуін жарып еді, екі жұмыртқа шықты ішінен. Ол сирекке есеп ма еле білмеймін, әлі туған жоқ ондай нән жұмыртқаны. Біз кеше бір нән жұмыртқа алып еді үйдегілер. Ішінен 2 сар шыққан. 500 тауық күніне жоқ дегенде 400-450 жұмыртқа беру керек қой. Сол бір пароддан алған жақсы ма, или бана сол 2 пароддан, 3 пароддан алған жақсы ма? Короче, енді көресіз ғой, мана мен айтқан 3 пародын ұстап көріңіз, алып бір 150-ден 500 бас қылып алыңыз шеш. Сосын енді көресіз қайсы жақсы жұмыртқа туады, қайсы жақсы жұмыртқа тумайды енді. Тумай атқандар аласа сатып жібересіздер, туатын пародыны қайып жинап аласыз ғой. Оны көп количество қаяқтан алуға болады? Мына Алаша дейтін, Алаша 20 дейтін бар Оралда. 2000 сатып жатыр туртайлықтарын. Алаша 20? Я, Оралда. Оларда количество шыға ма? Я, старый аэропорт жақта ғой. Оларда көп, олар Россиядан әкеліп сатып жатқандар ғой. Мен бұрын солардан қаз алғам, жақсы болды.
4 айлық дейсің, ол қашан сосын жұмыртқа беріп бастайды ғой? 6 айлығында ғой, 5,5 айлығында бастап кетеді ғой жұмыртқаға. Жақсы қарап отырсаңыз. 2 мезгіл бере ма тамағын? 3 мезгіл жарай ма? Көп болса 2 мезгіл бересіз ғой енді. Көп тауық болса. Bir mezgilde жеп үлгеретіні бар, үлгермейтіні бар. Мен просто қазір 10 тауыққа менде 15 бас вообще. Bir mezgil беріп жатырмын жемді. Просто тауығыңыз, қораңыз мынандай кішкентай болса, мысалы мен мына қорада қыста дейтін, короче, Лигорының 50 штугын алдым, 50 штук подаркаға берді ғой. Соның 30-ы қырылып қалды. 30-40 шақтың сатып жібердім. Қалған сойып алдым ғой өзім. 30 енді өлді, 30-ын мен санап шығардым лақтырғанда. Мынаның ішінен шыққан жоқ қой вообще. Тек осының ішіне туа береді болды. Мынандай кішкентай қора нәм болу керек қой тауыққа дейтін. Мынандай 7-де 5 қылып салды дос бала. Ішінде қазір жоқ дегенде 40 ба екен тауық тұр ғой. 500-ге бір занялы керек шығар да, 10-да 5 па или? Иә, конечно, братан, соны нәм болған жақсы ғой. Нәм болса, ана қораны салғанда немен салған жақсы, ана теплица бар ғой. Айнюк сияқты, пластмасс. Сонымен салған жақсы ғой, ішіне жарық түсіп тұрады да, қысы жаз жарық түсіп тұрады манады. Оны салғанда төбесін сондай қыласың ба тек? Жоқ, жаны төбесі бәрі сондай болады ғой. Ұстай ма жылылықты ол? Ұстайды, жандарына ана ортаңдай қосылған жерлеріне пена шашықтайсыз ғой бүйтіп. Мықты болады ол деген негізінде. Просто кішкене қаражат керек та оған. Иіс қалай болады? Вентилятор саласың ба? Обязательно, братан. Онсыз иіс дейтін жатқызып еткен көршілер айқай шығарады ғой. Соны ойлап қойдым мен. Манадай ауылдық жерлер болса енді асыруға болады ғой. Көп көлшер тауықтар иіс шығады, ол момент шығып кетеді иіс деген. Менде 50 тауықтың өзінде иіс болды ғой, терезе аша алмай қалдым ғой. Жазда деген. Сол минус болып тұр ғой. Көршілерің жақсы көрші болу керек та, мына біздің бірақ көрші мияу анасы. Мына арт жақта көрші жақса, ар жағында көрші мияуна, шалдына. Постоянно астын тазалап тұрса, бәрібір айдап қой шыға бере ма? Жоқ, астын тазалап тұрса шықпайды ғой, манадай қоқыстарын алысқа төгесіз ғой. Просто мына, мысалы, былай ғой, брат, мысалы, мынаның ішін көріпсің ба, қап-қара болып жатыр ғой. Бұлар тауықтар тышатта жатай береді ғой үстіне. Басай береді, тышатта басай береді. Оны қырғанда біреу қырылады, біреу қырылмайды манадай. Су төгіледі, сонымен иіс шығып кетеді ғой резко. Астары құрғақ болса шықпайды ғой. Опилка төсеп тұру керек оған. Боқтарын алып жинайды дей ма, мешекпен сосын теплица асатады дей ма, алып қышым ғой тұрып қойды. Білмедім ол жағын. Ондайды білмедім, естемедім. Ондайды білмедім. Сол, братан. 6-7 жұмыртқа өтті. Менде қазір 6-7 жұмыртқа өтті. Рекорд жасағаны, ең көп жасаған 9 жұмыртқа ғой. 500-дің 400-і береді дейсің ғой да? Смело береді ғой. Жақсы қарасаң береді ғой, 450 аласың ғой жоқ дегенде. Соқа кішкенен кірерім, қаладан келуім, тамашкен жоқпын. Тек қоттан тек тікелей эфирге кеп кетіп едім. Давай. Тек кірем достар, берді тікелей эфирге. Таматса. Зәт алайын соға. Бар ғой үйде.